Бір кездері Семей деген қала бар ма әрі депті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев елбасы арқан тұсында. Семейге өкпесі қара қазандай еді. Өздеріңіз жақсы білесіздер, 1997 жылы Семей облысын таратып, Өскемен қаласына қаратып қойғанын да жақсы білесіздер. Міне, Семей сол кезден бастап 25 жылдың ішінде тозып кетті. Халық басқа өңірлерге көшіп кетті, жайлы жұмыс іздеу үшін, жайлы тұрмыс іздеу үшін. Ал Семей негізінде 1000 жылдық тарихы бар, өте киелі шаһар. Кезінде Қимақ мемлекетінің астанасы болған. Плана Карпини Италияның жиһангері осы Семей қаласын өткен кезде, Семей қаласында осы Қимақ мемлекетінің астанасы болғанын айтады. Сонымен қатар Ақсақ Темір осы Семейден өткен кезде жеті мешітті қалпына келтіргенінде осы көне жазбалардан білуге болады. Ал енді Семейдің тарихы 1718 жылдан басталады дегендер, әрине ол ресейліктермен байланыстырады. Бізге ресейліктер келіп бекіністер сала бастаған кезде сол Семей қаласының тарихы сол кезден басталады дейді, өте қателеседі. 1000 жылдық тарихы бар киелі мекен екенін біз жақсы білеміз. Кезінде одан кейін Доржинкет Жоңғарияның астанасы болған осы Семей шаһары. Алаш ордасының астанасы болды. Ірі тұлғалар, алаш қайраткерлер Семейден білім алды. Осы жерде Алаш ордасының астанасы етіп жариялады Семей шаһарын. Одан кейін тәуелсіздік алғаннан кейін 1997 жылы Семей облысы тарап Өскеменге қосылды. Өздеріңіз жақсы білесіздер, Семейден сол кезде елбасы Нұрсұлтан Назарбаевқа қарсы тұлғалар Жақиянов, Серікболсын Абдилдин, Төлен Тоқтасын сынды басқа да азаматтар шыққаннан кейін өкпесі қара қазандай болып Семейді таратып кеткен шығар. Араға 25 жыл салып, 2022 жылы тарихи әділдік салтанат құрып, Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жарлығымен Семей Абай облысының орталығы қайта құрылды. Жерлестеріміз қуанышында шек болмады. Қанша қиындықтар көрсе де, 25 жыл Семейге көңіл бөлінбесе де, Семейдің түтіні түзу ұшып, шырағы сөнбеді.